Кеше мен енді сіздермен кездескеннен кейін Инстаграмға өзімнің парақшама бірге түскен суретті жүктеген болатынмын. Көп кісілер таңғалды. Осы екеу қосылды ма? Қосылғандарын тілеп жүрген едік, қалап жүрген едік. Асығыстық танытқан жоқсыздар ма? Соншалықты тез-тез. Біліп тұрдық ішімізден асығып тұрғанымызды, но әнші өлең айтады, ты точно уверен? А олар білет мен қызғаншақ адам екенді. Недоверие. Ну ты сейчас это поняла, почему это все происходило, да? Давай пойдем поговорим там. Блин, кімнен келді? Анау келсе маған керек емес, мен оны ұнатпаймын. Анау келсе... Ойбай, ұрсып қалмаңдаршы екеуін тағы да қазір. Анау келсе маған керек емес. Мінезіміз келіспей ажырастық. Грустный момент такой, да? Пелена влюбленности, да, ты все равно ничего не видишь. Сценарий сондай болды да. Қалай түсіндіремін бұл ситуацияны? Өте такой ауыр сұрақ. Осы жерін вырежем просто. Сіз күттіңіз ғой? Иә. А мен тырысып қалдым. Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбатты ұсынуға дайынбыз. Бүгін менде қонақта Шыңғыс Боранбаев және Карина Әлқожа. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қал жағдайларыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Сіздерді бірге көргеніме өте қуаныштымын. Аман-есен бірге жеттіңіздер ма? Ұрыспай, қырылыспай? Жоқ, ондай да бар. Сонда да арасында бар дейсіздер ғой. Қырылысып жеттік. Кеше мен енді сіздермен кездескеннен кейін Инстаграмға өзімнің парақшама бірге түскен суретті жүктеген болатынмын. Көп кісілер таңғалды. Осы екеу қосылды ма? Қосылғандарын тілеп жүрген едік, қалап жүрген едік. Себебі көз алдарында өтті ғой сіздердің үйлену тойларыңызда, кішкентайлы болғандарыңызда, ажырасып кеткендеріңізде. Жалпы менімен бірге түскен сурет ол түсінікті. Менен бөлек бірге түскен суреттеріңіз қашан болды соңғы рет? Соңғы рет? Жұп ретінде. Прям официально салып па? Иә. Қашан болды? Біраз ойланып қалдыңыздар ғой. Екі жыл бұрын. Көп уақыт өтіп кетті. Көп уақыт өтіп кетті. Бірақ көзді ашып жұмғанша өтіп кетті ол уақыт почему-то. Сіздер қай жылы үйлендіңіздер? 2022 жылы. Енді көпке сіздер бір болайық жобасы арқылы таныссыздар. Мен енді Шыңғыспен бір болайық жобасының 4-ші маусымда танысқан болатынмын. Маған қатысушы болып келді сол маусымға. Карина арасында келіп тұрды ән айтуға. Бірақ 5-ші маусымда нақты сіздердің таныстықтарыңыз өтті. Сол 5-ші маусымда бас қостыңыздар. Көбісі айтып жатыр, енді Камиланың қайын інісі болғаннан кейін ол кісі ат салысты. Карина жаман қыз емес, Шыңғыс қарап қой деген сияқты. Көбінесе сіздердің бірге болғандарыңыздың басты себепкері сол кісі деп айтты. Негізгі таныстық қашан басталды? Қалай өрбіді? Шыңғыс? Мен айтайын ба? Сен жарайды, мен бастайын, Давай. Келісіп алыңдар. Я просто бұл қыз көптен бері айтқысы келіп жүр, себебі Инстаграмда да комментаторларды білесіздер ғой, маза бермей қояды. Енді ондай прям звезда емеспіз, маза бермейтіндей, бірақ көбісі жазады. И бұл кісі бұрыннан айтқысы келіп жүр. Көбісі жазады, Камиланың атына хейт, сен табыстырдың осы екеуін, енді соңы осындай болды, сен кінәлісің деп көбісі жазады. Я бы хотела рассказать реальную историю и, наверное, снять Камиладан бұл ответственность, потому что реальная история такова. Как раз вот Шыңғыс 4-ші сезонда отырды, сіз жүргізуші болып отырдыңыз. Я часто заменяла Карла деген қарлығаш певицаны заменаға келіп жүрдім. Сол кезде Шыңғыс отырды. Сол кезден бастап мен былай бір қырмен көріп ұната бастадым. То есть мен ұната бастадым. Ең бірінші эфирлерін көрдім, где бір ерекше қатысушы келген болатын. Ол сонымен бірге Қапшағайға барып, оны не істемей. Как раз мен әжемен бірге тұратын сол кезде. Я говорила, әже, давай посмотрим эфир, а у нее свой сериал, говорит, қойшы өшірші, аны мен өзінің сериалымды көрейінші деп. Я говорю, жоқ, давай посмотрим, посмотри, қандай жігіт, қандай күшті, оған сондай ерекше қатысушы келді. Үміткер келген кезде. Ой, үміткер, я извиняюсь. Үміткер келді, он не отказал, он смотри, какой қандай күшті деп, в общем, өзіме қатты ұнады. Я еще заменяла, в жизни я тоже көрдім. Я вот такой человек, мен в жизни көрсем, ұнаса болды. Маған қызық емес. Кім ол, не істейді, кіммен, с кем у него там отношения. Ну, я понимала, что это эфир все равно. Мне было все равно, маған ұнап қалды. По-любому менікі болады ма? Ну, олай болған жоқ, просто ұнап қалды.
И это эфир был в начале года, получается, это где-то зима, сол кездерде мен заменяла, видела его. А сама я пришла в этом году, кажется, в сентябре, 5 сезон басталды, в сентябре, август-сентябрьде басталды. Оған да қалай келдім мен, мысалға, знакомый клавишник меня пригласил, типа, приходи, нам нужна певица, деп. И я подумала, блин, я сперва отказала, говорю, жоқ, у меня это выступление, я буду постоянно отпрашиваться, это вот это... Мені қатысушы болады деп ойлаған ғой бұл қыз. Жоқ, мен айтайын да, оны бірінші тоқтай тұр. И я подумала, ну, жарайды, в принципе, в будние дни я всегда свободна, там как раз будут меня красить, классно, я буду фоткаться, ходить сол үшін барғам. И еще одна мысль у меня была, а вдруг Шыңғыс келеді, там будет қатысушы, я буду сидеть, глазки строить, деп отырған. Бірақ сіз ол кезде білмейсіз қатысушы болатынын, болмайтынын. Болмайтынын білмеймін. Жай ғана жарайды, бара салайын деп жұмысқа тұрдым сол жерге. Келсем, Камила мен Әлібек сол кезде Камила жүргізуші болып тұрды. Я, честно, я вообще не знала. Я от блогерской жизни, мен вообще далека, я никого не знаю. Эфирді де қараған жоқпын. Шыңғыспен эфирді, вот бірінші, екінші эфирді қарадым, болды. Басқа, у него же были отношения там с определенными людьми. Мен ол жерге бірде-бір эфирді қарамаппын. Қызықпаппын. Просто я знаю, окей, ну, знаю, что расстались. Этот факт я знаю. И пришла, в общем, эфирге келдім. Қатысушы емес ол. Блин, қарасам ағасы жүр. Еско деген досы жүр. И отырмын, бір ай отырмын. Или бір-екі апта отырмын. Жоқ, бір ай отырмын. Жоқ. Потом, білем, келіп жүр, там ағасы жүр. Я думаю, Еско жүр, Ескоға айттым. Еско, таныстыршы мені Шыңғыспен деп. А я вот такой человек, у меня без комплексов. Сол кезде у меня вообще никаких комплексов не было. Мен өзде банкке жұмысқа тұрғам. И Еско видео жібереді. Мен былай қараймын. Яр шетінде Карина. Қалайсың, Чина деп. Да? Сол кезде шок болдым. Тоже Еско, келсейші, Алибада келсейші, келіп кетсейші. Мен түсінбеймін, не үшін келу керек, не үшін шақырып жатыр. Вроде қатысушы болмаймын. И сосын. То есть инициатором наших отношений была я. Ескоға айттым, шақырсайшы, я хочу познакомиться с ним деп. Алғашқы кездесу қалай өтті, Шыңғыс? Вот сол айттым ғой, аны бізде үміткерлердің отыратын жерлері бар емес па? Сол жерге барып отыра тұр дейді. Сөйтіп келсем, Карина келіп, бізді, короче, таныстырды да, екеуі кетіп қалды. Мен тұрдым ойланып. И бір көргеннен енді ұнатасың ғой адамды, оған дейін де көріп... Жоқ, сен айттың ғой, сен 4-ші сезонда про меня спрашивал. Ну да, ана Биба бар ғой бізде. Иә. Бір қыз келіп Карлан заменять етіп жүр, потом енді ол кезде басың бос, қан қызып тұрып, Бибадан сұраймын, мынау чоза қыз, страсть. Бибадан сұраймын, Биба айтады, ой, ол менсінбейді сен ол қыз, короче. Даже не старайся дейді, мен так, окей дедім да, все. Он прям серьезно это сказал. Мен ойладым, может, жігіті бар, может. Ну, ладно дедім да, болды. Осылай. Яғни бір-бірлеріңізді сырттай ұнаттыңыздар. Одан кейін сіз үміткер, мен негізі ол маусымды көрген жоқпын. Жалпы қосылғандарыңызды білемін. Бірақ сол қалай ғана эфирге екеулеріңіз шығып кеттіңіздер, қалай ғана халықтың алдында жұп болып кеттіңіздер. Ол жағын мен нақты білмейді екенмін. Сол, да, вот Еско как раз сказал мне, қазір Шыңғыс келеді, и біз таныстық, получается, сахнаның сыртында, за кулисами таныстық, просто амандастық, все. Сөйтіп, маған гүл жібере бастады. Бір гүл жіберді, екі гүл жіберді, по одной розе каждый раз. Қанша гүл жібердіңіз сонда? 5 гүл, кажется. Андай ғой, бір розадан жіберіп тұрмын мен записканы. Бір, тағы записка, күні. И Камила ханым, получается, каждый раз гүл кімге келді, Каринаға келді. Каждый раз интрига. А бұл қыз білмейді менің үміткер болып келетінді. Просто халық дұрыс түсінбей қалды, қазір айтып берем. Бұл қыз білмейді, получается, менің гүл жіберіп жатқанымды. А мен параллельно прям сөйлесіп едік та. Холодно, қалайсың деп сөйлесіп жүргенбіз. И Карина, сен звондадың, не? Мен, короче, звондағанда бұл қыз айтып қалды, сен ба гүл жібердің? Мен айтам, мен емес. Сен сонда менімен сөйлесіп жүріп басқа жігіттен гүл қабылдап жүрсің ба дедім да. Мен де Өзі жібереді, өзі сынап жатырмын ғой.
и сол күні мен солай айтам, и сол күні гүл жіберем, соңғы келемін деген. И Карина мен жақында тұрады келемін деген. да, и Карина тұрады да, мен больше гүл қабылдай алмаймын. эфирде сөйтіп айтасыз. Да, келсе келсін, но больше я не буду, короче. Я такой, ничего себе, мен айтқаннан кейін істеп тұр ма, или... И келем, получается, Еско шықты менің орныма, чтобы мені біліп қоймайтын. Ол моментті көрдім. Есконы попросил, Еско шықты, и шымылдық ашылды, но она будто знала. Іште мен біліп тұрдым. И халық айта бастады да, бұлар екеуі келісіп алған, бір көрініп тұр ғой, Шыңғыстың келетін біліп тұр деген сияқты. И сол моментте, да? Хотя на самом деле келіскен жоқпыз, на самом деле я ештеңе білген жоқпын. Но пока вот гүлдер келіп ко мне приходили эти цветочки, я каждый раз так, анадан келді ма, мынадан келді ма, блин, кімнен келді, анау келсе маған керек емес, мен оны ұнатпаймын, анау келсе... Ойбай, ұрысып қалмаңдаршы екеуі тағы да. Анау келсе маған керек емес. И как раз этот Әлібек, ну вот он отсюда же сидел, я говорю, Шыңғыс келмесе, я говорю, мен шықпаймын, говорю. Потому что, ну, керек емес маған, мен оны ұнатамын. Для ушей Шыңғыста. Сонымен танысып көргім келеді деп айтайықшы. Бәсе, Әлібек кеп, сен смелый шықсаң болады, саған ол сені ұнатады деп. Негізі ондай жағдайлар бір болайық жобасында жиі болды. Кадр сыртында әңгімелесек, одан кейін ішке кіретін, мысалы білетін болсаңыз, Мирей мен Наргиза да солай тіл табысып кеткен болатын. Мирей ән айтып жүрді, Наргиза қатысушы болды. Олар да сыртында сөйлесті, бірақ кездескен жоқ. Бірақ шымылдық ашылған кезде есіңізде ме? Шымылдық ашылған кезде Наргизаның көзінде әйтеуір сол кісіні күтіп тұрған сезілді. Сол сияқты болып тұр ғой сіздерде. Яғни сіздер сол жерде қосылдыңыздар, басталды таныстық, және жұптық өмірге дейін қанша эфир болды, қанша уақыт араластыңыздар? Можно я перебью? И вот сол кезде эфирде Камила айтқан еді, жеңгетайлық қызмет атқардым деп, ол кісілерге мен үлкен рахмет айтқым келеді, потому что они это все преподнесли красиво людям. Вот, это же было бы некрасиво, если вот Карина, хочешь познакомиться с Шыңғыспен, давайте вот так все будет. Деп. Бізді ойлап айтты. Да, они наоборот преподнесли это все красиво. Менің инициативамды көріп, Шыңғыстың ұнататын біліп, осылай әдемі жеткізді халыққа. Поэтому оларға тек қана алғыс айтамын, потому что вот я еще, можно про себя расскажу, я такой человек, в личной жизни я неопределенный, мен көп, прям вот такой мнительный, мен көп таңдап келем, ойлап келем, және солың болғаны осылай халықтың алдында жариялап, это уже все, ты ответственность ты не бросишь, ты не скажешь, все, давай пока. Все это отношения уже на виду у народа. Поэтому я считаю, что болған отношениямыз болғаны бәрі дұрыс. Себебі все, что не происходит, все правильно. Эту фразу я часто использую. Да. Біз үйлендік, күшті болды ғой, мінезіміз келіспей, ажырастық. Грустный момент такой, да. Но мысалға у меня вот еще вот эти вот старинные закалки, то, что до 25 лет надо родить. Как раз мен жасым уже 24-те. Сен басынан аяғына кетіп қалдың ғой сразу ғой. Я хотела вот этот момент уточнить, то, что вот Камила дейді да, көбісі кінәлайды, бірақ ол кісінің еш кінәсі жоқ қой бұл жерде. Она просто поспособствовала, они сделали это все красиво, поэтому хочется снять вот эту ответственность с нее. Осы жерде мен толықтырып айта кеткім келеді. Кешеде сол суретті жүктеген кезде көптеген әңгімелер айтылды. Сені жүргізуші болдың деп, біздің енді халық әртүрлі ғой, сіз деп сөйлейтін жерде сен деп кетеді. Камилаға қатысты сен қостың, сен татуластыруың керек еді, Анна ханым не істеп жүр, бұларды қосып әңгімелесіп деген сияқты. Бірақ осы жерде айта кеткім келеді, барлық нәрсені жобаның тележүргізушісіне, я болмаса жаңағыдай туыстық байланысқа әкеліп соғудың қажеті жоқ. Әрине тележүргізуші өзінің қызметін атқарады, бірақ ересек адам болғаннан кейін өздері шешеді, қосылады ма, татуласады ма, кадр сыртында 1045 рет кездесіп жатқан шығар, бірақ бұның барлығын жария етудің қажеті жоқ. Мен инстаграмға салды екен, барлық марапат маған тиесілі деген сөз емес. Ол кісі де өздігінен жаңағы сөйлесуді де өткізді, кездесуді де өткізді. Сондықтан мен осы орайда да Камилаға қатысты әңгімеге нүкте қойғым келеді. Әр адам өзінің орнын біледі. Бұл екеу ересек адам, ортада бала бар, қосыла ма, ажыраса ма, басқа қыла ма, біз емес,
тіпті екеуінің туған туыстары я тележүргізуші емес, екеуі ересек адам болғаннан кейін өздері келіседі. Ал біз себепкерміз кездесуге, сөйлесуге деген сияқты. Сондықтан артық дүние айтудың қажеті жоқ. Тек жаңа Инстаграмға салғаннан кейін кешелі бері шу болып кетті. Сен бүйттің, сен сөйттің дегендей. Сол сұраққа қайтадан оралғым келеді. Сіздер таныстыңыздар, таныстық ел алдында басталды. Жұптық өмірге дейін қанша уақыт өтті? Қанша араластыңыздар, сосын қай уақытта сіздер жұппыз деп айттыңыздар? 2-3 ай араластық, я? бір жарым ай. Даже бір жарым ай араластық. Я сентябрьде 16-сында ма 14-нде ма келдім. И это было как раз перед днем рождения, тоже в октябре, где-то 14 числа жұп болды. Тез емес па шыңғыс? Бұл қызбен білмеймін бір андай болды. Бір-бірімізге де айттық қой. Бір ай өтсе де бір жыл өткендей таныстық болып кеткен сияқты бізде деген сияқты. И жолда келе жатам, сенің сүйікті әншің кім деймін? Мен сол күні как раз Астанадан қайтып келдім. Астанада Айқынның өлеңдерін айта береді, мен тұрамын да, сен сүйікті әншің кім? Ну, хочется вот что-то хорошее, что-то такое весомое сделать. И уже жұптыққа енді сезіледі ғой, уже жұп болу керек сияқты. Қызыл кезінде басу керек дегендей. И айқын, и потом... Жоқ, сен сұрадың, саған айқын ұнай ма? Я еще думаю, я как артист, он мне нравится, да, он так хорошо поет. Даусы деген, да. И потом айқынды шақырып, сөз салып, әдемілеп, бәрін жасап. В общем, бәрі жақсы келетті, да? Неге жақсы келе жатты? Ну, мы понимали, что у нас характеры, по идее, сәйкес келмейді. Мы пока там еще не понимали. Мы там еще не понимали, потому что у нас все было хорошо. Орысша айта берсем болды. Я араластырып айта беріңіз, қалай ыңғайлы. Бәрі жақсы болып жүрді, но ішімізде түсіндік, что характермен біз қырылысып қаламыз. Қай кезде? Қай моменттерде? Енді алғашқы кезде өзіңіз алдында айтқандай конфетно-букетный период, бір-бірлеріңізге тек қана жақсы жақтарыңызды көрсетуге тырысасыздар ғой. Әсіресе қыздар жағы келіспесе де, ол жігітті ұнатып тұрғаннан кейін, жасай салам. Бірақ ішінде басқа нәрсені тілеп тұрады. Мүмкін жігіттерде де дәл солай шығар, білмейді екен мен сіздердің ойларыңызды. Жақсы жақтарыңызды көрсетуге тырысасыздар. Қай кезде басталды өз ойын айту, келіспеу, сөзге келу? Өте дұрыс айтасыз. Жұптық өмірде, конфетно-букетный период, мы пытаемся показать, что мы... Нет, просто когда ты любишь человека, ты вообще минусы не видишь. А когда уже бүйтіп көре бастаған кезде, розовые очки, когда снимаются, сен уже минустарын қарап, сөйтіп. А бізде ондай, мысалы, айтады ғой, 1 жыл, 2 жыл жүріп көріңдер, толықтай танып көріңдер, егер прям уверенно болған кезде барып, қол ұстасып, үйленіңдер деген сияқты. А бізде 3 ай, 6 ай, түк-түк сондай болып кетті да. Мы потом минусы начали видеть. И коннект болмады. Получается, біз ол минустарды не могли загладить. Как ересек адамдар сияқты. Біз ұрысып, сен мен. Міне 1 жарым айдан кейін сіз ұсыныс жасадыңыз, жұптық өмірді бастап кеттіңіздер, барлығы әдемі тамаша болды. Алғашқы кризис, алғашқы мәселелер неден басталды? Мен әншімін ғой. Я выступаю, у меня постоянно выступления. И в основном были кризисы с этого, да? Мы ругались именно на моих выступлениях. Себебі Шыңғыс айтып тұрады, мен түсінемін, он в принципе понимает, мен түсінемін, группасы да жақсы, бәрі жақсы. Миымен түсінсе де, на деле там қызғаныш та болады, недоверие. Ну, ты сейчас это поняла, почему это все происходило, да? Давай пойдем поговорим. Бұл қыз енді түсініп отыр да, почему я так себя вел. Мен андай қызғанып, ондайдан емес, просто есть какие-то моменты, которые болу керек болды уақытпен түсініп. Маған сұрақ қойды, мен бұл қызға үміткер болып келген кезде, бұл қыз әнші, мен ол кезде 23-темін. Әнші өлең айтады, ты точно уверен? А олар білет мен қызғаншақ адам екенді. Агрессор. Оны мен де көргем эфирден. Да, и білесіз ғой, мен салмақты былай, жалпылдасы мен салмақты бәрін, бірақ қызу қандым. И маған бірнеше рет сұрақ қойды. Бұл қыз өте әдемі, бұл қыз ән айтады. Мен айтамын, ақылы барып, қыз ғой. Но когда сен жүріп, уже енді жақсы көре бастайсың. Уже өз адамындай қабылдай бастайсың. Потом бір банкетіне барып көрейінші дедім. Барып көрейінші осы қандай екен ол жақтың атмосферасы. И когда ты видишь, что весь зал
өлең айтып жатқан кезде жаңағы еркектер вот так қараған кезде уже тиеді екен да, и ты такой, ну блин дейсің ішінен. Содан басталды вот эти ал сіз кризис. неге ол нәрсені керісінше айналдырып алмайсыз? Барлығы Каринаға қарап тұр, бірақ Карина менікі ғой. Мен сондай немен жүрген ғой. Негізі это же современные же понятия. Типа вот менің қызым басқа еркектер пусть завидует деген сияқты. Солай жүргем. Просто Бірақ көрген кезде бірақ вот бәрі солай ойлайды екен. Ну, каждый мужик через это проходит. Я уверен в этом. Қызғанбасаң онда несі? Әр еркек қызғану білу керек, қызғану керек қой өзін. ол сіздің тарапыңыздан болған әңгіме. Ал Карина жақтан сізге Карина не это ұнамады? вообще үлкейтіп жіберді. Тек сол мәселе болды ма? Әншілік, өнер? Жоқ, один из критериев был мой пунктуальность. Шыңғыс не пунктуальный. А для меня вот мне нужно прям, чтобы ровно, тютелька в тютельку, четко все двигались. Я ненавижу, когда люди опаздывают, потому что они не уважают мое время. То есть мен андай примеряю на себя Құдайдың рөлін. Так, все должно быть, никто не опаздывает. А Шыңғыс любил опаздывать. Синдром отличницы деймін. Отличница ма, білмеймін. Нет, я не отличник, но я не люблю, когда опаздывают. Все. Нет, это так называется. А он опаздывает постоянно. Мы на этом фоне ругались. Мне не нравилось вот это. Это не ответственность. Все, ты опаздываешь. Короче, ты вообще ненадежный человек. Это вообще никак не воспринимается. Ну, вот такие вот у нас были конфликты. Ну, зачем вырежем просто. Почему? Негізі ол ондай кризисқа жатқызуға. Енді алғашқы кезде, танысқан кезде болады ғой, сіз бөлек адамсыз, бөлек әлеміңіз бар. Ол кісінің өзінің ұстанымдары болады. Сіз бұл кісінің өнерін ұнатпайсыз, ол кісі сіздің кешігетініңізді ұнатпайды. Ол бар нәрсе ғой, ол кесіп тастайтын нәрсе емес. Нет, мен ол кезде прям жалпы біреу бір нәрсесі деп айтып тұрған. Ну Ол сіздер тағы да ұрысып қала ма деп, әрең ақырындап Нет, сұрақ қойып біз отырмын вообще ұрыспаймыз. Просто да, дұрыс Біз айтасыз. вообще ұрыспаймыз. Кризис содан, Жоқ, ұрыстар содан бастапқы басталды. кезде содан басталды деп Ұрыстар тұрсыздар ғой. содан басталды. Бет ашылу деген. Сөйтіп сіздер қыз болып, жігіт болып жүрдіңіздер. Кризис басталды, ұрыс керіс басталды, бір-бірлеріңізді түсінбейсіздер. Сөйтіп жүріп бірге қосылып кетесіздер. Халық негізі о бастан жазды, екеу екі бөлек әлем деп. Негізі енді бір болайық жобасы туралы сөз болып жатыр да, осы жерде тағы да айта кеткім келеді. Ислам мен Шынар қосылған кезде де Камилаға қазір сіздер туралы қалай әңгіме айтылады, маған да тура солай әңгіме айтылды. Сіз қостыңыз, негізі білдіңіз, екі бөлек әлем. Шынар заманауи, Ислам кішкене Қызылорданың жігіті болғаннан кейін салт дәстүрді ұстанатын қаталдау жігіт деген сияқты. Қазір де тура сондай әңгіме айтылып тұр. Сіздер қосылған кезде де Карина бөлек, Шыңғыс бөлек деп айтылды. Бірақ оған қарамастан қосылдыңыздар ғой. Сөйтіп жүріп, жұп болдыңыздар, қанша уақыттан кейін үйленуге ұсыныс жасалды? Где-то Тез ғой бәрі. Тез. 3 айдан кейін да сразу. 4-5 ай. 4-5 ай. Да, где-то сондай. Негізі әйел адам білушеді, иә, осы бүкіл да. Жоқ, мен после того, как родила, моя память сказала пока. Асығыстық танытқан жоқсыздар ма? Соншалықты Негізі тез. Біліп тұрдық, иә, ішімізден асығып тұрғанымызды, но так получилось. Так и все проблемы. Ну, а как Так по-другому получилось. скажешь? Не знаю, вот такая вот необъяснимая какая-то химия. То, что да, қырылсамыз, ұрысамыз, бірақ жоқ. Тем более вот эта пелена влюбленности, да, ты все равно ничего не видишь. Нет, Сценарий сондай болды да. Қазір сөйтіп айтсаңыз, елдің барлығы айтады, бір болаяқтағылардың барлығы сценарий деп. Жоқ, тағы да қайталап айтамын. Қалжыңдап айтқан. Қандай әңгіме айтылса да, бұл жерде өмір, кәдімгі адамның өмірі, эфир үшін емес, сыртта екі ересек адамның шешімі. Сіздер, мынандай сұрақ қойғым келеді да. Егер де сіздер эфирге шықпағанда, сыртта жүрген кезде қосылар ма едіңіздер, жай ғана Шыңғыс, жай ғана Карина болса. Және бұл жерде үлкен жауапкершілік бар. Халық алдында сіздер танысқаннан кейін, қосылғаннан кейін, ақыры бізді бірге көрді, біз соңына дейін апаруымыз керек деген ой ер азаматта болды ма? Негізі енді ер азамат қой қадам жасайтын. Вот именно маған ұнаған сондай болмады, Ана ханым. Көбісі негізі халықтың да айтуы дұрыс, бұлар жаңағы сол передачаның буымен үйленіп кетті, потом қателесті деген бізде болмады. Біз екеуміз андай адамбыз, негізі халықтың ойына қарамаймыз. Вот бізде сондай бар. Что хотим, вот как хотим, то и делаем. Да, мы самая неидеальная пара. Да, мысалы кейбір параларда болады ғой,
давай жақсы жағынан тек жақсылықты көрсе, а бізде ондай жоқ та, вот как есть, так и Ну, есть. это неправильно, не надо так делать. Да, так не надо повторять, но мне вот это нравилось. Біз түсіндік то, что Біз Бір- екеуміз де еркеміз. Вот мен түсінгенім, Шыңғыс та үйдің еркесі, үлкен болса да үйдің еркесі, мен де үйдің еркесімін. Шыңғыс апасының баласы, мен әжемнің қызымын. И у нас вот не было то, что вот надо вот так, родителей надо слушаться, вот они ата-ананың қабағына қарап жүретін. Ну, к сожалению, сондай бала емеспіз. Кішкене такие немножко свободные, вот менің айтқаным болады, сөйтеміз, бүйтеміз деп, бірақ ол да дұрыс емес. Себебі осы сделали ошибки. Вот все те ошибки, которые в первый год не нужно было совершать, мы их все сделали. Мы все совершили, мы все допустили. И вот сидим разведенные, шучу. все, что есть, мы все прошли. Мы самая не идеальная пара. Вообще нас Если не за нужно... советами можете Да. приходить. Нет, нас не надо слушать вообще. Мы... Почему? Мы же Үлкен опытные. кісілер қарсылық танытқан жоқ па? Асықпаңдар, әлі бір-бірлеріңді танып үлгерген жоқсыңдар деп. Біздің ата-анамыз мындай ғой, они, если саған жақсы болса, мы за тебя. Мы согласны с тобой. И олар үйтпейді, сен анаған шық, сен анаған үйлен деп қатып қалған ата-ана емес бізде. Ну, менде ондай емес, Шыңғыста да ондай емес. Ну, лично они всегда уважали мой выбор. И вот. Мен енді үйдің үлкесімін, мен үйленейін деп жатырмын деген кезде, андай. Прям андай қарсылық танытқан жоқ. Егер өз адам деп ойласаң, ну, халықтың алдында жүргеннен кейін дұрыс таңдаған шығарсың деген сияқты айтты, болды. Сіздер енді қосылғаннан кейін осындай бір отбасын құруға, шаңырақ көтеруге ниеттіміз деп айттыңыздар ғой. Үлкен кісілер қай кезде танысты? Сырға салу, тәтті шай, екі жақтың үлкендері танысып, әңгімелесіп. Бұл кезеңдер қалай өтті жалпы? Көп сала бермедіңіздер ғой сіздер? Я прям алып қашудың алдында тәтті шай болды. Сырға салу. Жоқ, алып қашу. Алып қаштыңыз ба, или сырға салып кәдімгі құда түстіңіз ба? Ұмытып қалды өзі. Жоқ, сырға салдым, сосын алып. Жоқ, алып қаштым, и сразу сырға салдым. Алып қаштым, сосын сырға салдық. Получается, алып қаш, ол моментте өте қызық болды, Потому что я думала, знаете, біз осы қырылысып жүрміз, әйтеуір екеуміз бірге тұрсақ, мүмкін жақсы болып кетерміз. Сондай ой болды. Сосын алып болды. қаш мені деді. Шучу. Просто мы так решили, ну давай сүйте салайық, потом жақсы болып кетерміз. Ну, әйел адам, у нее всегда есть надежда, жақсы болып кетеді, өзгеріп кетеді деген. Но мы совершили все ошибки. Все к лучшему, Анна ханым. Зато біз көп нәрсені түсіндік. Бұл қызда міне көп нәрсені түсініп, алдында айтты ғой, помудрела деген сияқты. Я очень рад, то, что айта берсем бола ма, қазір Инстаграмда қаптап кетті ғой, вот эти коучтар, психологи, вот нервым ұстайды сондай. Лично әйелдерге қараймын, и они все такие. Кто-то разведенный, кто-то такая деген сияқты. И когда ақыл айтқан кезде біздің қыздар соларға еріп кетеді. Ну, выборын жасап кетеді. Бұл қызда именно ондай моменттер болды десем де болады, когда вот сильная женщина после развода деген кезде. Вот я сильная женщина, аналар жел беріп жібереді. И бір күні ашық сөйлескен кезде біз семьяны таңдаймыз деп шештік. Потому что мен де уже андай тарапқа кетіп бара жаттым да, ладно, ештеңке болмаса, толқы болмаса, мен де өз өмірім сүріп кетейін деген. И Алланың қалауымен бір күні отырып, ашық прям сөйлестік. И сказали, что в приоритете, что нет, что нужно, что не надо. И мы оба ответтеріміз осы семья болуға келді да. Онда былай істейік, ересек адамдар сияқты. Вот. Яғни сіздер бүгінгі кездесуге нақты... Содан кейін келіп, уверенно келіп тұрған жайымыз бар. Нақты жаңалықпен келіп тұрсыздар. Бұдан былай Шыңғыс Карина деген отбасы бар. В процессе. Анна ханым, да, я бы хотела сказать, что мы в процессе. Да, ну... Мы стараемся, мы хотим, да, у нас есть чистые намерения. Каждая девушка мечтает одеть белое платье, да, чтобы у нее была свадьба, чтобы у нее была семья, дети. Каждая так мечтает. Но бывают такие трудности в отношениях. Мы пытаемся через них пройти. Мы позитивно сөйлеш. Трансформируемся. Друзья, это почему? Это же такие вот теневые стороны, да, их тоже, мне кажется, нужно говорить, потому что бізде бәрі жақсы дейміз, да. Қалай бар солай айтқан дұрыс. Вот сол.
әр отбасыда есть такие вот проблемы, да, кто-то расходится, просто ешкімді басымызды қатырмай, жай ғана екеуміз екі жаққа кетейік деген. Бізде де ондай болды. Мысалға, мен Данеляны туып жатқан кезде у нас как раз вот это вот все происходило, мы друг друга не понимали. И я просто подумала, личная жизнь не получается, я ее вот сейчас оставлю. Мен қызым бар, мен қазір дүниеге қызымды алып келіп жатырмын. Я лучше весь ресурс потрачу на свою дочку. Егер вот Алланың қалауы ғой, все, что не случается, все так должно было быть. Если бы мы вот были бы этот период вместе, Данеля, да, туылып, елдің айтқанына еріп, там, ажырасуға болмайды, главное, вот мы вместе, скрывая все наши там скандалы, да, несовершенства. Я просто подумала, ладно, мне все равно, что скажут люди. Ажырасты ма, ажыраспады, бірге тұрып жатқан жоқ па. Мен қазір дүниеге баламды алып келдім. Я хочу посвятить ей всю любовь, весь ресурс. Если бы мы были бы вместе, мы бы вот там бала, біз екеуміз әйтеуір отношения свои выясняем, все равно у женщины не остается ресурса на своего ребенка. Поэтому вот Данеля 2 жаста, и все это время я посвятила ей. Да, бір жерде қайғырдым, мне было одиноко, но я думала, вот я скатилась в жертву, все, вот я потерпевшая, я одна, деп. Бірақ шыңғысқа, когда я вот жаловалась, вот, она мынау, деп, он говорил, ну ты же сама выбрала, ты же сильная женщина. Деп айтатын, он меня не жалеет, он просто вот так вот, ты же сильная женщина, ты сама это все выбрала. И вот недавно я поняла, что да, я же на самом деле это все сама выбрала. Но есть объяснение. Ты же сильная женщина, давай. Показывай, объяснение что тому, ты сильная, говорю, и бодан бетер. Не перебивай меня. Это выражите дегенде. Есть объяснение тому, почему женщина скатывается в жертву, когда она вот рожает. Потому что она же уже немощная. В екіқабат кезінде она не может быть такой быстрой, как была до этого. Когда родила, тоже у нее постоянно ребенок, да, под боком. Она не может быть, вот, у нее нет того ресурса, который был до родов. Поэтому есть объяснение тому, почему женщины скатываются в жертву, начинают страдать, последовая депрессия, это все равно выброс гормонов. Но я рада, что этот период я провела именно с дочкой. Я вот полностью вдалась в материнство. Еще и мен жұмысымда күшті болды маған. Я занята только вот в суббота, воскресенье, пятница, в такие дни, а всю неделю я свободна. Еще был до этого наработанный опыт, что вот я уже спокойно выхожу, там работаю, я знаю свое дело, знаю все песни, и мне было очень удобно. Сол Аллаға шүкір деймін, менің жұмысыма Аллаға шүкір деймін, я могу и работать, и быть матерью, поэтому за этот период я только благодарна. Негізінде 2 жас қосылған кезде, отбасы болған кезде ажырасып кетіп жатады ғой, енді әр түрлі уақытта, біреулер 1 айдан кейін, біреулер 1 жылдан кейін. Бірақ қалай да болса, жауапкершіліктің барлығы ер азаматқа тиесілі. Екеуі қосылса да ер азамат, екеуі ажырасса да ер азамат. Оған қоса сіздердің үйлену тойларыңызда мен болдым, өте әдемі өтті, ерекше европалық үлгіде, ерекше форматта өтті. Ол үшін ата-анамызға рахмет. Өте әдемі өтті, шын мәнінде. Екеулеріңізде өте бақытты болып жүрдіңіздер сол кезде, нақты сіздердің бақытты күндеріңіздің бірі болды деп айта аламын. Бірақ сіздер отбасын құрдыңыздар, бірден бала көтердіңіз сіз, және бөпелі болдыңыздар. Сол моментте сіз, мысалы, өзіңіз айтып жатсыз ғой, мен қызыммен жалғыз қалып қойдым деп, тастың барлығы Шыңғысқа қарай кетті, лақтырды елдің барлығы. Сен жүкті әйеліңе көңіл бөлмей, оған қарамай, сен айдалада, ол өзі айдалада деп әңгіме айтылды. Бірақ сол моментте сіздер жария еткен жоқсыздар ғой. Не себепті 2 жаққа кеткендеріңізді? Бұл жерде кінәлі тек Шыңғыс, я болмаса тек Карина емес, екеуі кінәлі. Бірақ халық түсінбей қалды. Қалай кеше ғана тойда әдемі жүрген адам, Карина өзі босанып жатыр, Шыңғыс келіп кетеді, бірақ екеуі ақыр аяғында ажырасты. Вот именно босанған кезде мен жанында болдым. Бірге босандық, потом бірге тұрып жүрдік, 40 күніне дейін бірге тұрдық. 40-на дейін бірге 40-ын өткізіп, содан кейін уже 2 жаққа кеттік қой. Бірақ жаңағы тастар тиген деген кезде әйел адам эмоциональный ғой, эмоцияға беріліп кетеді, кейбір жерлерді салып жібереді Инстаграмға. Мен не начинал эту войну. Ну как Инстаграмда.
Я понимал, что это женщина, что эмоционально ол бәрін айта береді, но все понимают, что она женщина эмоциональная, меня все поймут дедім да, мен ештеңке салмадым. Без комментариев жүрдім. Не салды сонда? Сіз қалай қабылдадыңыз? Не деп жазды? Я же говорю, я скатилась в жертву, и я начала винить весь мир, даже своих родителей. Ну, претензии. Почему-то, когда басына қиындық түскенде, сен появляются претензии к родителям. Вот, это вы, потому что вот вы мне такую травму салдыңдар ана кезде, кішкентай кезінде. Хотя это неправильно. Наши родители такие, какие они должны быть. И все даже травмы, они должны были случиться. Ну, это мои психологические темы. Просто я начала это все изучать. Меня это не И вот Карина сала берді емес, салды, көп нәрсе салды. Яғни бала 40-нан шықты, Карина өзінің әке шешесіне кетіп қалды. Да. Сіздер екі жаққа бөлініп Екі кеттіңіздер. жаққа бөлініп. Және Инстаграмда өзіңіз айтқандай соғыс басталды. Жазба арқылы. Мен соғысты бастамадым. Ол кісі бастады деп Ол тұрсыз ба? бастады, Иә. бірақ соғыс басталмады ғой. Потому А что сіз ары қарай алып мен кеткен жоқсыз? Иә, алып кеткен жоқпын. Получается, бит кетпедік та. И айтатын айтсын, зато мен көріп аламын, на что она на самом деле обиделась, қандай ішіндегі нелері. Ну, адамды танисың да сондай кезде тоже. Шыдап жүресің, енді еркексің. Кейбір кезде тоже салып тастағың келеді. Халық енді жаза береді ғой, білесіз ғой, комментарияда. Сен мынандайсың, сен мынандай. Салып тастағың келеді, бірақ тоже еркексің ғой, бәрі айтады, сен еркексің ғой, салма. И вот солай жеңдім деп ойлаймын мен осы соғысты. Вообще у нас такая была тихая война. Хоть да. она побеждала битвы, битву, но я победил войну дейді ғой. Потому что мы вместе, да. Жоқ, бір өкініштісі бар ғой, енді ақыры сіздер халық алдында жүргеннен кейін Карина енді белсендірек Инстаграмда сізге қарағанда. Да, прям. Әнші өнер адамы болғаннан кейін қызын да салады, жұмысын да салады. Менің білуімше, бөпелеріңіз бір жасқа толған кезде тұсаукесер жасадыңыз ғой. Тек қана сіздің туған туыстарыңыздың арасында өтті. Шыңғыс өзі де жоқ, аты да жоқ, туысқандары, ата әжелері де жоқ. Неге? Біз как раз өте такой ауыр сұрақ, негізі бірақ ауыр емес. Маңызды күні ғой баланың да Ол сіздер маңызды үшін. күн, иә, бірақ біз ол кезде сөйлеспей жүрдік. 5-6 айдай сөйлеспей кеттік. жоқ, бір айдай. Нет, ну, имеется в виду 5-6 ай өтті да. Потом енді менің үйдегілерім тоже қатал адамдар. Мен бүкіл жерде блоктамын. Звондай алмаймын. Анониммен де звондағым келмейді уже. И қалай түсіндіремін бұл ситуацияны? Получается, өздері жасап жатыр, өздерінің әулеттері жасап Қызыңыздың жатыр. дүниеге келген күні қашан? 14 февраль. Дұрыс па? Дұрыс. Яғни келесі Это же жылы день 14 ақпанда қызыңыз бір жасқа толады. Сіз блоктамын дейсіз, мекен жайын білмейсіз, қайда табу керектігін Жоқ, мен бәрін біліп отырмын. Иә, Мен бәрін бірақ біліп отырмын. қырсықсыз. Мәселе қырсықтықта емес, мәселе бізде андай барда, мен қай бетімен барам? Мысалы, өзінің әулет жасап тұр. Ол жасамай жатып сол күні баруға болады. Олар түстен кейін барды ма, обедте барды Бұл ма? қыз қырсық қой. Мен звондаған кезде қалай жасаймыз деген кезде. Сіздер бір-бірлеріңізге Қалай қырсықтық түсіндіремін? танытып тұрсыз да. Мен қалай да болса, Шыңғыс, ренжімеңіз, жобауда болсын, өмірде болсын, бәрібір Мен қыз бару жақта керек боламын. едім. Ол сізге ренжісе де, сіз әйел адамына бұрынғы әйеліңізге ренжуіңіз мүмкін, бірақ баланың мерекесі ғой, баланың бірінші күні есте тарихта қалатын. Сіз барыңыз, құттықтаңыз, ол қызбен сөйлеспей қойыңыз, Каринаға қарамай ақ та қойыңыз. Я вот так решил, анахан. Өздері өткісін, мен келесі күні барып өзім құттықтаймын дедім. Бардыңыз ба? Я келесі күні барымда сыйлығын беріп өзім құттықтадым. Вот. Сіз неге шақырғыңыз келмеді? Неге айтқыңыз келмеді? Осы жерде атап өтеміз деп. Айтты. Маған айтты. Мен бара алмадым. Ну, солай болып қалды. И лучше подумал, что келесі күні барамда өзім лично. Ауыр сұрақ, иә. Мен қатты қайғырдым сол күні. Сіз күттіңіз ғой? Күттім, иә. А мен тырысып қалдым. Вот сондай моменттер болды, анахан. Менде жастық, неопытность, неграмотность. Ал сіздің әке шешеңіз үшін бұл немере, бірінші Тоже немере өте ауыр болды, иә. Тоже ата-анам үлкен кісілер ғой, бірақ менің ата-анам андай жүрекке барлық нәрсені қатты қабылдап қалады. И оларға да ауыр тиді негізі. Такой момент был, который
мен сол кезде Аллаға тапсырдым да бәрін, мен қолымнан келмей жатыр, я не могу ни на что повлиять. Мен қалай түсіндірсем болады, не могу повлиять, сізге тапсырдым дедім да, болды. Мен қазір не істемесем де, мен айтқанымды ешкім тілімді алмайды, мен айтқанымда ештеңке болмайды. Сондай бір период болды. Я сказал, я Аллах тағалам саған тапсырам, келесі күні барып өзім құттықтап қайтамын дедім дочкамды. И солай бардым. Білесіздер ме, мен бұл сұрақтардың барлығын сіздерді тергеп, жаңағы камера алдында барлығын түсіндірсін деп айтып жатқан жоқпын. Тек ақталу ғана емес, сіздер өз мысалдарыңыз арқылы басқаларға сабақ болсын деп айтып жатырмын. Өйткені сіз қазір айтып жатсыз ғой, мен ештеңе жасай алмадым. Мен сізді де түсінемін, Каринаны түсінемін. Бірақ бәрібір бірге қосылып кетесіздер ғой, онда Алла қаласа семья боласыздар. Бәрібір мына жерінде тұрады. Қыздың да, сіздің да, баланың да ойында тұрады, келмеді, бүйтпеді, сөйтпеді деген сияқты. Сондықтан, егер де бұндай ситуациялар орын алса, пересилить себя дейді ғой. Не перешагнуть, а просто пересилить. Бар, сені жақтыртпаса да, қуып шықса да, бала үшін деген сөз ғой. Сіздің әке-шеңізге мен ақыл айтуға құқығым жоқ, жасым да жетпейді ол кісілерге. Бірақ жастар егер де мәмлеге келе алмаса, бұл баланың мерекесі деп ойлаймын. Өйткені мен Инстаграм арқылы көрдім да, кәдімгідей жаным ашып кетті. Сіздердің қыздарыңызды менің анам өте жақсы көреді. Сондай сүйкімді, әкесіне тартқан, жап-жақсы қыз. Неге қасында әкесі жоқ, неге отбасы болмай тұр деген өкініш қана біздікі. Ол өкінішті әлі де кейбір удобный моментте басып қалады. Айтып тұрмын ғой, бәрібір тұрады ол. Тұрады ол, бірақ ол... Тут ата-анамызға... Анахам екі жаққа да ауыр болды. Ата-анамызға тиіп жатыр ғой. Но вот честно, у меня тоже было очень много обид и к своим родителям, и к другим родителям. Неге осылай, неге бұлай, көп сұрақ болды менде. Бірақ біздің ата-анамыз эту жизнь тоже живут впервые. Они имеют право на ошибку. Әрине. Они тоже ата-анамыздың әр айтқан сөзі дұрыс емес. Ну, не все правильно то, что они говорят. Они прожили свои какие-то там травмы, да? Все травма. Поэтому у них есть свои причины, и самое главное то, что мы не можем своих родителей осуждать. Я оларда мүмкін дайын болмаған шығар. Құдағи болуға. Біз де дайын болған жоқпыз, да. Ну, вот так вот жизнь складывается, все равно правда берет свое. И я бы хотела сказать, кстати, вот мен 2-3 ай болды, Марзия Бекайдардың кітаптарымен таныстым. Менде көп реніш болды, көп сұрақ болды осыған дейін. Кітаптарын оқып, я нашла ответы на свои вопросы, и вот просто хочу сказать, что нужно просто быть смиренным. У нас очень много причин не сходиться. Очень много. Вообще, екі жаққа кетіп, мы бы могли не сходиться. Но осы 2 жыл болды ғой, Шыңғыс келіп жүрді постоянно. Даже если мы разведены, он постоянно на связи, он звонит. Қырылысып болсын, ұрсып болсын, келет, ұрсат. Я думаю, не үшін келді, вот разве вот так вот отношения налаживаются? Ұрсат, потом қайтадан келет. Он был постоянно на связи. Как бы ни было... Потому что, ну, да, и хочется сохранить семью. Ну, не только дочка. Ну да. Он был на связи все это время, и адам өзінің кінәсін біліп тұрса, я не говорю, что мен сен ақпын деп отқан жоқпын. Я не идеальный человек, я не ангел. Но именно вот в период, когда женщина рожает, да, у нее вот эти вот гормоны, көбінесе осындай кезде ажырасады жұптар. Себебі мужчина, он не проживает все эти гормоны, он не понимает, он просто не понимает. Он молодой, он неопытный. Если вы ошибаетесь. Опять-таки же мы все понимаем, Карин. Мужчины. Мы тоже чувствуем это, когда твоя жена рожает все эти моменты. Мен айтқым келгені, Анна ханым, менде андай чувство болды. Я не договорю. Ну, сейчас ты договоришь. Менің жасаған қателіктерімнен кейін бұл қыз одан бетер көп қателік жасамасыншы деген, ну, я не хотел, чтобы она ошибалась. Басқа жаққа кетіп қалып, ну, адасып дегендей қазір. И всегда держал на связи. Карина, былай дұрыс емес сен жасап отқан, былай дұрыс емес, біздің қызымыз бар, біз былай. Ну, почему-то мне вот осылай болды. Я не хотел просто вот так, отпустить, ладно.
давай деген сияқты. Вот соны айтқысы келіп тұр ғой. Я всегда был на связи, и вот соңғы 3 ай, да? Да, можно я договорю свою мысль? Соған алып келіп жатырмын ғой саған. Я даже бір жылдан после годика тоже реніштер көп болды, но ол кісі бұрылып кеткен жоқ қой все равно. Он все равно қызына келіп тұрады. Қалай болсын, ұрыс болсын, все равно келіп тұрады. И вот чтобы, если есть арада бала бар болса, нужно сделать все возможное, чтобы не развестись. Екеумізде сезім бар ғой. Реніштер көп, бірақ сезім де бар. Мысалға, я такой человек, что я не могу пойти и все, заменить его. Я поняла за эти 2 года, то, что мен ондай адам емеспін. Мен жай ғана өзім қызыммен жүріп, қайғырып жүре беретін адаммын. Сезім бар болса, я ол түсініп жатса өзінің қатесін, келіп жатқанның өзі, ол өзінің кінәсін, қатесін түсініп жатқан деген сөз. Сондықтан шеше келе осы мы пришли вот к такому, что давай постараемся, давай попробуем сохранить семью. Осы жерде мен Шыңғыс туралы да айта кеткім келеді. Енді сіз өзіңіздің эмоцияңызды Инстаграмға салмасаңыз да, енді біздің халық солай ғой, салмады, яғни ештеңе жоқ. Бармады, яғни махаббаты жоқ. Көмектеспеді, яғни барғысы көмектескісі келмейді деген сияқты. Бірақ мен Шыңғыспен кадр сыртында да, жалпы өмірде жиі кездеспесем де байланыста болдық. Тойларда кездесіп қаламыз. Әйтеуір кездесіп қалсақ, сізді айта береді. Біз Карина екеуміз бүйтіп жатырмыз, ортада қызымыз бар, қалай жасасақ болады, мен осындаймын, ол осындай, бірақ бірге болғымыз келеді, бола аламыз ба, бола алмаймыз ба деген сияқты. Мен айтам, мен бұл жерде шешім қабылдайтын мен емес. Мен айтуым мүмкін, егер де сезім болса, бірге болғыларыңыз келсе қосылыңыздар. Бірақ біреуге ақыл кеңес айтуға аулақпын. Өйткені бүкіл салмақты мен өзіме аламын ғой. Кейін Шыңғыс айтады, сіз айтып едіңіз ғой, мен сізді тыңдап қосылдым деген сияқты. Ондай болмау керек. Сондықтан бұл жерде айтқым келген нәрсесі, Шыңғыс халық алдында есеп бермесе де, бұлай өмірде сіз айтып жатсыз ғой, қызына барды, кездесті, көрісіп тұрады әлі күнге дейін, және ақыл кеңес сұрап тұрды қасындағы жүрген адамдардан, отбасын сақтап қалу үшін, қалай да болса. Ең басты халықтың білуі емес қой, Ана ханым. Иә, бірақ көрдіңіздер ма, сіздер халық алдында қосылғаннан кейін барлығы күтіп отырады, екеуі не істеп жатыр екен, не істеп жатыр екен деген сияқты. И вот сол айтқым келген, Ана ханым, осы соңғы 3 ай мен де уже тоже енді бір орында тапталып қалғым келмейді ғой. Өз өміріңді таңдап, жаңа өмір сүргің келеді. И видишь, как Карина тоже меняется уже, как семейный человек, әйел болғысы келіп, көп жаңағы нәрселер түсініп, мен андай кітап оқып жүрмін. Оказывается, мен де мына жерде дұрыс емес жасаппын. Оказывается, былай екен ғой. И жаңағы мен 2 жыл айтып, түсіндіріп жүрген заттың бәрі сол кітапта тұр екен да. И мен сол кезде Аллаға тапсырғам, егер мен өзгерте алмасам бұл адамды. Такой не идеальный человек. Нет, сен жақсы адамсың, мен жаман деп жатқан жоқпын. Кейбір ұнамайтын қасиеттерін деп айтып жатыр ғой халықтар. Кейбір ұнамайтын қасиеттерін, енді бәріміз жаспыз ғой. Біздің еркектің міндеті ол отбасын сақтап қалу негізі. Обеспечивать отбасын міндетті сақтап қалу. Даже если сам разрушил, да? Даже если сам разрушил, потому что сам разрушил. Сіздер бар ғой, сұхбат беріп отқан жоқсыздар, бір-бірлеріңізбен сөйлесіп отырсыздар ғой. Бұл адам өз сондай, негізі мен айтаматым айтып. Негізінде ашық болған өте жақсы. Бүйтіп қатып қалып, сен айт, мен айт дегеннен гөрі, адам қалай бар, шынайы солай көрсету керек. Иә, мен соны айтқым келіп тұр да қазір. Ты перебиваешь меня. Ұрысқандардың өзі қандай күшті болды. Жақсы жағынан ұрсыңыздаршы, еркелеп бір-бірлеріңізбен. Сол жағы, мен, например, ашықпын, мен көп нәрсені, у меня такая семья, у меня интернациональная семья. Әжем грузинка, атам ол қазақ, қожа болғанымен, он актер, они такие вот люди открытые. И для меня много что вот, я каждый раз моя любимая фраза Шыңғысқа айтатын, а что это такое? Мен солай жүрмей айтып едім. Бұны сен жасап қоясың. Көзіне дейін өзгеріп кетті ғой, ананы естіп. Я говорю, ты зачем это делаешь? А что тут такое? Я говорю, чё? Болмайды ғой олай. Да, у меня эмоции все, ну, мен ашық айта саламын, көп нәрсені ашық. Сторисқа да эмоциясы жаман болып тұр ма? Салып жібереді бір нәрсе. Мен айтамын, сен зачем салдың? Это мое состояние, деп айтады, что тебя не касается. Мен айтамын, сенің состояниең, сен жақсы заттарды ғана салшы. Жаман зат ешкімге керек емес, бәріне бәрібір тек өсектейді. Тек қана өсектейді, болды. Сен прям жертва болып.
адамның білесіз Пойдем ба поговорим. адамның мінезі тәрбиесі Қыз бала ғой. ол бастан бар нәрсе да. Көп еркектер қыздарын өзгерткісі келеді. Сіз негізі ғашық болған кезде оның өзіне, өнеріне, ашықтығына ғашық болдыңыз ғой. Енді сіз күйеу болғаннан кейін кей нәрселерге тыйым салуыңыз мүмкін. Ол түсінікті, ол дұрыс. Сен бүйтпе, сен сөйтпе, бірақ ол бастан Карина дүниеге келген кезде ата-анасынан көрген тәрбиесі өзі сондай гүл болып өмірге келді да. А сіз айтасыз, гүл деген солға ғана қарап тұру керек, оңға қарама деген сияқты. Жалпы айтып жатқан әңгімем ғой, жалпы негізінде адамның өзі өмірге келген кезде ол баста өзінің мінезімен келеді. Сіз сәл оны түзетуіңізге болады, бірақ тура түбегейлі өзгерту ол мүмкін емес, дұрыс емес. Сындырып тастайсыз оны. Сындырып қойдық. Молодцы, можно заканчивать. Жоқ, ана. Еще моя реакция на это тоже важна. Қалай мен қабылдаймын. На самом деле-то ол маған жамандық тілеп жатқан жоқ. Ол менің күйеуім, я, он меня взял в жены, как жену. Көп нәрсеге, например, рұқсат бермейді, сен мынаны киме, сен былай айтпа, сен алай айтпа. Ол маған жамандық тілеп жатқан жоқ. А в начале отношений мне казалось, все, он там меня хочет закрыть, забить в доме. Да, все, чтобы я там никуда не выходила, все. Он меня хочет, короче, в клетке держать. На самом деле, он-то не желает мне плохого. Мы сейчас не нормализируем абьюз, но с какой стороны посмотреть, если намерения чистые, просто мне нужно посмотреть на это по-другому. Где-то принять, не где-то, а вообще нужно принимать людей. Менде, кстати, вот с этим проблема. Ни один Шыңғыс тут плохой. У меня есть проблема такая, что я не принимаю. Мне кажется, вот мойындаған өзі кәдімгідей ерлік па, кәдімгі құлаққа жағып жатыр ма? Прям, да. Мед для ушей, да? Мынандай мысал, сіздердің өмірлеріңізден алынған, өздеріңіз айтқан. Ер азамат ретінде өзінің ақылын айту керек қой. Менің әйелім болғаннан кейін сен былай жаса, былай жасама деген сияқты. Қыз бала тыңдау керек, және екеуіне ортақ ыңғайлы болатын нәрсе жасау керек. Сіздің аяғыңыз ауыр кезде соңғы айларында жүктілігіңіздің өнер көрсетіп сахнада жүрдіңіз. 7 айлығында ма, 8 айлығында ма ән айтып жүрдіңіз. Халық жеді ғой ол кезде. Бұл кісі сізге барма деп айтты, менің білуімше. Шықпа тойға, өзіңді көп деген сияқты. Хотя бы түсірме деді. Иә, бірақ сіз сонда да бара бердіңіз. Сол кезде, сол нәрсеге де байланысты ұрыс-керіс болды, мысалы. Егер де қазір мысалы, Алла қаласа енді бірге болып жатсаңыздар, тағы да бөпелі болып жатсаңыз, жүктілігіңіздің соңғы айларында тағы да Шыңғыс сізге барма десе, не істейсіз? Жоқ, я надеюсь, я хочу келесі өзімнің жүктілігімді спокойно провести дома. Яғни, ол не деген сөз? Яғни... Бағыну деген сөз. Жоқ. Принимать. Она не понимала слово быть покорной. Вот. Мен айтам, бір саты төмен түсу деген нәрселер бар. Мен бұл кісіге айттым, мен сен андай үйде отыратын қылып, ондай әйел қылып алған жоқ. А я принимала это все так. Я как партнер хочу. Партнер, кеттік, 23 жасымыздамыз ғой, кеттік, бәрін бірге жасайық. Бұл кісі 9-8 айлығында, 9 айлығында, 9 айлығында мен сценада өлең айтқым келеді. Андай болады ғой әйелдерде. Түнде тұрып мен арбуз жегім келеді деген сияқты. Она говорит, я хочу петь. Сценада, вот сол 75-й, я говорю, ну ладно, кеттік. И бұл сценада өлең айтып тұр, ана жақта халық, енді бэндта ойлаңызшы, мынандай шпен өлең айтып тұр. И мне осталось только ее поддерживать. Все. Я рядом переселить себя, но поддерживать. Главное, ей хорошо, она поет. Бұл қыз деген өлеңден тұрып жатыр. И вот сондай моменттер болды. Я думаю, это поддержка. Ал енді қазір, мысалы, өнерін жалғастырады ғой, егер де бірге болатын болсаңыздар. Өзінің өмірі, өзінің жұмысы, табыс көзі. Сіз қарсылық танытпайсыз ба? Мен бэндына ешқашан қарсы болмағанмын, Аннахан. Потому что я уважаю, когда человек находит свое дело, вообще нашел в этой жизни свое дело, и он кайфует, когда вот еще и зарабатывает, еще и удовольствие, да, өлең айтып жатқан кезде. Вот, и мен всегда айтатын, сен дұрыс жасап жатсың негізі. Өзіңе де рахат, ақша да табасың, перспективасы да бар. Айтын келсе, маған дейін қанша жыл өлең айтып келеді? Я осы жылы уже 10 жыл болыпты. Сен маған дейін де айтып келетсің оны. Қазір менімен жүріп, мен сен қанатымды кесіп тастасам, тоже болмайды. Ну, ценить надо дегендей. И вот. Ну, айтқым келе ма, бэндіңа бар да. Басында біз оны келісіп алғанбыз, сен бұл айтатын
мен БНК чисто барам, ақшамды алам, кетем. Больше ничего. Ну, знаете, я вот сейчас, я понимаю, оған, это его неопытность, то, что все равно молодой. Конечно, мен сахнада ән айтып тұрмын, да. Для меня казалось, а что он не понимает? Все нормально же. Я вот пою, я уже... Для меня это нормально, я 10 лет пою, можно же понять. Все равно еркек адамға ол қиын болады, ол ауыр. Как это так? Вот она на нее, все смотрят, все равно это қиын. Поэтому я вот сейчас только понимаю, да, можно было бы быть снисходительнее, где-то объяснить, ну и ему тоже, то, что вот эти все ошибки, қатты басып айтқан жерлері, это все можно скинуть на неопытность просто. Короче, мы были неопытными. Қазір бәрі жақсы дегендей. Енді қазір қандай компромисс таптыңыздар? Енді сіздер ресми түрде ажырастыңыздар, иә? Иә. Ресми түрде ажырастыңыздар. Егер де сіздер қайтадан қосылатын болсаңыздар, енді отбасы болғаннан кейін бірге тұру керексіздер ғой енді. Сіз өз шаңырағыңызға апарасыз ба, әке-шешеңізбен тұруға, жоқ әлде бөлек жас отбасы ретінде қайтадан бастап көресіздер? Бұл жолы енді бөлек жас отбасы ретінде кәдімгідей Вообще бөлек бастау керек. әр отбасы, я считаю, должны отдельно жить. Потому что, кстати, вот тағы да бір дискомфорт, то, что я такой человек, что у меня вот своя кровать, например, да, моя подушечка, она удобная для меня, и я привыкла вот к своей территории. Маған сол жерде комфортно. Жоқ, енді сен уже есейіп, келін болып, уже ол подушканың рөлі ойнамай қалады да. Жоқ, я просто хочу сказать то, что нахождение вот на другой территории это все равно дискомфорт для девушки. Поэтому көп жерлерде мен я келін ретінде қателік жасап қойыппын. Қате жерлерінде болды. Я не идеальная, я не ангел. Жас болдық, мас болдық. Сол біздің айтатынымыз анақым, жас болдық. Енді қазіргі жоспарларыңыз қандай? Енді қазір компромисске келіп жатсыздар, бір-бірлеріңізді түсініп жатсыздар, бұрын жасаған қателіктеріңізді мойындап жатсыздар. Бірден қосылып кету тағы да асығыстық танытпайсыздар ма? Я думаю, бұл асығыстық болады. Поэтому біз постепенно екеуміз сөйлесе келе, мы в процессе. И нам так нравится. Вот сол ақырында в Жүрек процессе. Қазірдің өзінде де жаңа қырларын көріп қаласың. Солай отбасы Сіздерде болып кетеміз. конфетно-букетный енді болып жатқан сияқты, Енді болып жатқан осознанный. сияқты, да. Да, вот осознанно сейчас. Потому что, честно ғой, анахым, бізде бір жарым айда жұп болдық. 4-5 айдан кейін үйленіп кеттік. Сосын сразу бізде Алланың қалауымен бала болды. Гормоны, токсикоз. И сразу гормон, и біз түсінбей қалдық та. Сразу бүйтіп алып, сразу үйленіп бәрін жас. А қазір біз уже осознанно, вот, арамызда Алла бар дегендей. Сіздер әке-шешелеріңізге тағы да қадам жасап көргіміз келеді, тағы да отбасын сақтап қалуға тырысқымыз келеді деп айттыңыздар ма? Вот бүгін таңертең ғана мамам айтты, я не против, если у вас все будет хорошо, я не против. Бірге болыңдар. Тек қана екеуің жақсы болсаңдар, біз бақытты боламыз. Себебі, как бы не было, это же екеуміздің арамызда бала бар ғой. Ешкім айтпайды, жоқ, все, пока, он не нужен деп, или она не нужна. Все равно все ищут способы, ходы, поэтому мен әке-шешем только за мое счастье. Бүгін де таңертең. Сенде таңертең болды ма? Иә, енді киінесің, қайда шыттай болып киініп баратсың дейді ғой. Соны әкеңе айта алмайсың. Потом, оказывается, түнде бірге инстаграмнан суреттерімізді көріп қойыпты. Қайткенмен де білесіз ғой анахам, как-то бір түрлі екен да. Интервью беруге баратсың ба Каринамен? Егер қосылам десеңдер, қосылыңдар деген сияқты айтады. Это такое. Все, на жерде бәрі түседі. Да, я тоже сегодня такая пришла, мама. Екеуің жеңілденіп келдіңіздер ма? Деп отырмыз. Иә, әке-шешеміз. Менде бұл қызда негізі, я думаю, самая главная ошибка. Біз үйдің үлкеніміз, еще и еркеміз. Мен деп қалғанбыз, да? Все вокруг нас должны крутиться. Вот так мы выросли. Да. И екеуміз кездесіп қалдық та, и давай, битва титанов. Сен мені тыңда, жоқ, андай. И қазір, Аллаға шүкір, уже орнымызды білеміз. Бұл әйел ретінде өзінің орнын біледі, мен өзім обязанностьтарын білем. Уступать ететін. Ой, прям айтпай қой, білем, мы в процессе. Енді сол ғой в процессе, біз соған келе Потом жатыр. поговорим. Бұл қыз еще юмористка, кейде приколдар өтеді, кейде өтпейді дегендей. Бір-бірлеріңізден, әзілдеріңізден шаршамаңыздар, ең бастысы. Ең бастысы сол, иә. Шаршамаймыз бір-бірімізден, вот. Сол жақсы ғой.
жалықпау керек адам бір-бірінен Сол. әрдайым жақсы көңіл күй сыйлап тұруға тырысу керек. Негізінде Қалмайды артында. бүгінгі сұхбатқа мен көп сұрақтарды дайындап келген болатынмын, себебі сіздердің жеке өмірлеріңізге байланысты көп нәрсе білем, алдында кездескен кезде де сіздер бөлістіңіздер, бірақ меніңше бір жақсы нотада аяқтау керек сияқты. Бұл толыққанды интервью немесе толыққанды подкаст деп көрермен қабылдамай-ақ қойсын. Келесі кездесуге қалдырғым келеді, себебі менің ойымда бұрынғы қатысушыларды өзімнің үйіме шақырып бағдарлама түсіргім келеді. Сол себепті сол бір әдемі әңгімені келесі ретке қалдырғым келеді. Ал бүгінгі біздің кездесуіміздің қорытындысы ретінде Шыңғыс пен Карина қайтадан бірге отбасын сақтап қалу үшін бір-біріне деген қадам жасап жатыр деп түсінік беретін кездесу деп түсініңіздер. Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Шынымен де алдыңғы бас қосқаннан гөрі қазір есейгендеріңіз байқалады. Бір-бірлеріңізді тыңдай білулеріңіз. Ну, жизнь помотала шучу. Түрлеріңізден көріп, кеше суреттің астында да жазып жатыр. Шыңғыс повзрослел, прям видно, Карина прям такая девочка, светится, не погаси этот огонек деген сияқты көп жазып жатыр. Сіздерді жақсы көретін оқырман бар, соны біліңіздер. Мүмкін сіздерге қарап үлгі алатын, бой түзейтін жандар бар шығар. Сіздер сияқты қателік жасамауға тұрсу керек жастар негізінде. Барлығы тез-тез болып кеткенмен де ең басты қорытынды бір-бірін тыңдай білу керек. Үлкен кісілерге құрметпен қарау керек деген сияқты. Кейде біз білмейтін нәрсені үлкендер көрсету керек, олар білмейтін нәрсені біз айтып қоюымыз керек кейде. Сондықтан бұл жерде үлкен кісілердікі дұрыс емес, бүйтті сөйтті деп айтқым келмейді. Екеуі де екі жақтан қадам жасау керек. Говорят же, ты сделай один шаг, я сделаю тебе навстречу, и мы станем ближе друг к другу. Вот вы сегодня сделали эти шаги навстречу друг другу. Сіздерге бақыт тілеймін, кішкентай қыздарыңыз аман болсын, өте қатты жақсы көремін. Дені сау болсын, артынан енді кішкентай ұлдарды, қыздарды ерсін. От таких позитивных людей, как вы, должны рождаться больше красивых и здоровых детей. Я вам хочу это пожелать. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Өте жарасымды жұпсыздар, көз тимесін. Ұрыссаңыздар да, керіссеңіздер де тек бір-бірлеріңізге еркелеп ұрысыңыздар. Онсыз болмайды, а то будет скучно. Надо научиться этому. Да, поэтому спасибо вам большое. И ваши, наверное, какие-то пожелания, тілектеріңіз оқырмандарға, көрермендерге, сіздер үшін уайымдаған, сіздер үшін жаңағы тілегін жазған жандарға. Вот мен осы жерде айтқым келеді. Вот заметила, да, бізде хейтер жоқ, Анна ханым. Вообще. Продолжил такое дело. Продолжим. Комментарияны оқысаң, оқырмандарымыз ғой енді, біздің ортақ оқырмандарымыз, Аллаға шүкір, бар, қолдаушылар бар. Сол кісілердің барлығына рахмет айтқым келеді. Негізі күнде жазады. Вот. Арада сезім болса, тем более арада бала болса, нужно сделать все возможные и невозможные шаги, чтобы быть вместе. Вот, я бы хотела сказать. Включать мудрость. Всем счастья, побольше детей. Анна ханымға сізге көп рахмет. У нас впервые такой вот подкаст, где мы можем спокойно обо всем поговорить. Да, сізге шақырғаныңызға көп рахмет. Көп айтқым келген, айтпай жүрген заттарымды бүгін айттым. Но хотелось бы еще больше сказать. Конечно, я думаю, обязательно мы с вами встретимся еще. Асықпай, отырып, шай ішеміз. Үндемей қаламыз ба деп Рахмет үлкен сіздерге. Ашылғандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі бағдарламада кімді көргілеріңіз келеді, осы видеоның астында пікір қалдыра кетіңіздер. Бүгін менде қонақта болған Шыңғыс Боранбаев және Карина Әлқожа және мен тележүргізуші Анна Данченко. Келесі кездескенше аман болыңыздар.